Жеті өнерпаз. Баяғы өткен заманда байлығы жұрттан асқан бір хан болыпты. Бұл ханның ұлы болмапты. Жалғыз-ақ ай десе аузы, күн десе көзі бар Ханшайым атты бір қызы болыпты. Қыздың сұлулығы сондай, қараған адам есінен танып қалады екен. Күндердің бір күнінде Ханшайым қыз 40 қыз нөкерімен сейіл құрып суға түсуге барады. Суға түсіп бола берген кезінде Ханшайымды көктен бір қара құсты келіп көтеріп кетеді. 40 қыз шулап қала береді. Бірнеше күнге дейін ханға естіртуге ел жұрт бата алмайды. Бірақ ақсақалды шал келіп естіртеді. Хан есінен танып тағынан құлап түседі. Ел жұрты кетіп, тыныштық үйде хан есін жиып, бақсы, балгер, қожа, молда жинайды. Қызды олардың бірі де біле алмайды, бәріне де жәрдем болмайды. Тек ханның уәзірі Назар келіп, ханмен ақылдасып былай дейді: мұхиттың ар жағында балықшы Сәлім деген бар, оның 7 өнерпаз баласы бар. Бір тапса солар табады. Жаныма 500 әскер қосып беріп, темірден кеме соққыз да мені соған жібер. Хан табанда барлық айтқан керегін дайын қылып, бас уәзірді аттандырады. Назар сумен жол жүріп, бір айда аман-сау мұхит теңізінің ар жағындағы Сәлім шалға жетеді. Барса 7 өнерпаз балалары жоқ, шалдың өзі ғана отыр екен. Сәлім шал әскермен келген Назардан қорқып кетеді. Назар уәзір Сәлім шалға мән жайының бәрін баян етеді. Ханның алтын мөрін басып, өтінін жазған хатын береді. Әдейі іздеп келгенін айтады. Сол арада Сәлім шал балаларын шақырып алып: айлық алыс шет жерден сендердің өнеріңді естіп жетіпті. Нәсіп болса барыңдар. Егер тапсаңдар, дүние мүлкімен қызым береді. Өнерді ішке сақтамай сыртқа шығарыңдар, дейді. Сонымен 7 өнерпаз ханның бас уәзірі Назарға еріп жүреді. Бұлар бірнеше күн жол жүріп, 1-2 күн қалғанда сүйінші сұрауға Назар ханға бір кісі жібереді. Ол барып сүйінші сұраған хан аямай сүйінші беріп, алдынан 500 ошақ қаздырып той жасайды. Аман-сау 7 өнерпаз алып Назар да келеді. Хан 7 өнерпазды көріп, қатты қуанып, бала қайғысынан бәрін ұмытқандай болады. Бірер күн тыныққан соң хан қасына 7 өнерпазды ертіп, баяғы қызды көтеріп әкеткен қара құстың қасына келеді. Қара құс қызды алып аспанға ұшады. 7 өнерпаздың ішіндегі үлкен аспанға ұша біледі екен. Барлығын сол бастап, қызды көтеріп ұшқан қара құстың көлеңке ізіне түсіп қуады. Бұлар көкте 7 күн 7 түн ұшады. 8-ші күн дегенде құсты көреді. Бір дарияның жағасында құс отыр. Қыз шашын тарап тұр екен. Қуғыншылардың дабыл қағып ұшқан екпінінен қорқып, қара құс қызды алып тағы да аспанға ұшады. Сонда қуғыншылар: қыздан айырылдық, деп жылайды. Жігіттердің үлкені екіншісіне: өнеріңді істе, дейді. Екіншісін асқан мерген екен, құстың 2 қанатын көздеп атқан оғы оның 2 санын жұлып түседі. Аспанда шыр айналып келіп қыз суға түскенде, үшіншісі су жылы екен, суға сүңгіп қызды алып шығады. Қыз жұтқан суын қайта құсып аман түрегеледі. Бұлар енді судан құрғаққа шыққан кезде бір үлкен айдағар бәрін лебімен жұтып барады екен. Енді бұлардың 4-шісі асқан сұста екен. Қолындағы 2 тасын бір-біріне соғыстырып қалғанда 5 шақырым жерден қорған соғылады екен. Ол тасын қолына алып соғыстырып еді, 5 шақырым жерден қорған соғылды. Әлгі айдағар қорғанның сыртынан оралып жатып қалады. Бірнеше күн тас қорғанның ішінде бұлар да жатады. Айдағар тас қорғанды сыртынан орап алып, қысып сыға бастайды. Бұлар қысылып өлер болған соң, 5-шісі де өнерін істейді. Бұлардың 5-шісі жер астынан жол салғыш екен. Қолындағы асыл тасын шаққанда 5 шақырымда жер астынан жол салынып шығады екен. Айдағар сол күйінде таста оралып жатып қалады. Бұлар жер бетіне шыққан соң, еліне апаратын жолдың қай жақта екенін біле алмай, айласы таусылып адасады. Бұлардың 6-шісі жол болжағыш екен. Оқып көзін сипаса, 1 күндік жерден жол көреді екен. 6-шісі өнерін істеп, 1 күндік жердегі жолды табады. Бірақ өздері арып ашып шаршаған, жаяу жүре табандары тесілген, тамақтары және жоқ, аш әлсіреп қалады. 7-шісі тағам жасағыш екен. Қойнындағы бір асыл табағын алып, жолдастарын күніне 3 мезгіл тамаққа тойдырып отырады. Бұлар бірнеше күн жол жүріп, ханның ауылына жетеді. Бәрі де аман. Ханшайым қызды да аман алып келеді.
Сонан соң хан ат шаптырып той істейді. Хан ел жұрты болып, 7 өнерпазға қатты риза болады. Хан 7 өнерпазға риза болғандықтан, қызымды біреуің жолдас қылып алыңдар, дейді. Сонда тұрып 7 өнерпаздың ең үлкені: бәрімізде істеген өнерімізді айтып өтелік, қайсымыздікі артық болса сол алсын, дейді. Хан мақұл көреді. Сонда ең үлкені тұрып: бұл қызға менің істеген өнерім бәрінен басым, мен болмасам бұл қыз жоқ еді, деп 7 күн қарастың ізімен аспанда ұшқанын айтады. Сондықтан қыз маған тиісті, дейді ол. Екіншісі: сенің өнерің таусылып, қызды қарақұс аспанға алып бара жатқанда мен атпасам қыз жоқ еді, сондықтан қыз маған тиісті, дейді. Үшіншісі тұрып: сен аспаннан қызды атып түсіргенде мен судан сүңгіп алмағанда қыз жоқ еді, сондықтан қыз маған, дейді. Сонда төртіншісі тұрып: мен тастан қорған соқпағанда бәріңде айдаһар жұтып қоятын еді, қызда сендер де жоқ едіңдер, сондықтан да қыз маған тиісті, дейді. Мен болмасам бәріңде тастың астында қырылып өлер едіңдер, сондықтан қыз маған тиісті, дейді бесіншісі. Алтыншысы бәрін тұрып: бәріңде жол таба алмай адасып едіңдер, бұларды адастырмай жол тауып берген мен емес пе, қыз маған тиісті, дейді. Ақырында жетіншісі тұрып: менің де тамағымнан аш жемесеңдер, бәріңде аштан өлер едіңдер, сондықтан қыз маған тиісті, дейді. Бәрі де өздерінің өнерін айтып ханға жүгінеді. Хан білгіштерін жинайды. Сонда бір қария тұрып: бұл жетеуінің бәрінде өнері бірдей, бірақ қызды сүңгіруге қосыңыз. Өйткені ол қыз басқалардан бұрын барып құшты ғой. Ал қалған 6-уына 6 ханның қызын әперіп, 6 жерге уәзір сайлаңыз, дейді. Хан қызын сүңгуірге қосып, қалған 6-уына 6 ханның қызын әперіп, 6 елді билетіпті. Сөйтіп 7 өнерпаз мұратына жетіпті. Ал балалар, енді сіздерге жұмбақ. Әуеден күбі түсті, күбінің түбі түсті. Жауабын комментарияға қалдырып кетіңіздер. Егер де сіздерге осы ертегім ұнаған болса, лайк басып, маған подписка жасаңыздар.